Қазақстанда статистика бойынша бір жігіттің басына 7 қыздан келеді екен. Тек қана ұнайым айдарында бір қыздың басына 7 жігіттен келеді. Сонымен, дәл осындай ыстық қошеметтеріңізбен қарсы алады деген сенімдемін. Бүгінгі ұнайым айдарының жұлдызды қонағы актриса, блогер, модель Данэлия Дәулетжан. Отырыңыз. Шайғасыңыз, асық қойыңыз. Данэлия, қош келдің. Көңіл күйің қалай? Керемет. Бәрі жақсы ма? Бәрі жақсы, иә. Қазақша білеміз ғой? Иә. Онда қорықпай сөйлей бер, бір сөзден ғана болмас. Қобалжып тұрсың ба? Иә. Данэлия, қазір жігіттер саған жылы сөздер, лебіздерін білдіреді. Сен соның ішінен үздігін анықтауың қажет. Ұнайды, ұнамайды деп айтасың. Жарайды. Жарайды ғой? Иә. Әңгімелесіп жігіттермен әрмен қарай бір мүмкіндік берем десең де өз еркіңде. Хорошо. Күрсіндің өйтіп. Үздігін таңдап үйіңе алып кетесің ғой біреуін. Сонымен ұнайым айдары қонақта Данэлия Дәулетжан. Бастайтын Бексұлтан. Саламатсыз ба, сәлеметсіз бе? Данэлия, сізді модель дейді, мен де по-своему моделімін. Ну, не знаю. У нас много общего деген мо. Подкат, брат, подкат керек. Подкат. Информация емес дейді. Жоқ, мен таныстырып отырмын осылай. Подкат не Мен бастайын подкат. Давай. Данэлия, сіз шоколадқа ұқсайсыз, ал мен клубникаға, может, клубника в шоколаде ұмадық па? Сізді шоколад деп жатыр, тәтті деп жатыр сізді. Мен түсіндім, иә. Өзі клубника. Ну, для первого раза нормально, кажется. Ну, немного хромает. Хромайды, ұнамады ма? Ойбай. Бексұлтан, рахмет. Айттым ғой жігіттер. Сонша атылып шыққаның. Жеге, байқадыңдар ғой да? Мен есім Азамат. Мен негізі тәтті иіске аллергиям бар еді, бірақ что-то кеткен сияқты. Ойбай. Ой. Ұнады ма? Менің нем ғой, фаталитимнің өзі пока что нормально болып тұр бұған. Болады де, болады, қалдыруға болады. Қалдың ғой да? Да, можно. Жоқ, ана сен Дамира серьезға қабылдама, бұл өттің не қойғандай? Мындай шеңбердің ішінде. Бұлттың ішіндегі не қандай? Проект. Нұрсұлтан. Данэлия, сен жігітіңе жолдас бола керек па? Жоқ, онда емес. Жалпы мен өзімді Шыңғысхан деп алатын болсам, Шыңғысханның 500 әйелі болған. У него 500 жен есть. Есть. Было. Было. Ал маған 500 әйел керек емес, өйткені саған қарасам 500 әйелдің күші бар сияқты сенде. 500 аттың күші бар деген сияқты ғой енді. Әні, Нұрекем, ұнады ма? 500 әйелдің күші бар дейді, бір өзіңде. Мен ондай қатты. Ну, твоя красота, твоя внешность на 500 человека хватает. Ну, можно. In the 500 girls. You won. You won girls. Хаба-бам. Ну, пока. Одан кейін күшті, я. Ұнады ма? Қала тұрсын ба? Пока что қала тұрсын. Нұрсұлтан қалды. Бәрің пока что болып тұрсыздар. Пока штолар мына жердегі мына жаққа жиналыңдар, иә, сосын. Ана жаққа кетіп қалмаңдар, пока штолар. Эльдар. Данэлия, сен инстаграмға салған историяларын 24 сағаттан кейін өшіп қалады. Мәңгі өшпейтін история жасамадық па? Қалай қарайсыз соған? Пост саламыз ба деп тұр ғой жалпы. Ондай айтып тұрған жоқпын. Блогерский подкат болып тұр ғой. Блогерский подкат. Сіз блогерсіз ғой? Мен де блогермін. Может, это судьба? Ойбай. Ну, қалдыруға болады. Қалдыруға болады, иә? Болады. Мен де солай ойлаймын. Эльдар қалды, қошеметтеріңізбен. Исақам, жалғастырайықшы. Көзіңнен түсініп тұрмын бәрін, оғып. Амал жоқ. Саламатсыз, кешіресіз, мен навигаторым жасамай қалып еді. Данэльдің жүрегіне қарай жолды көрсетіп жібересіз ба, қайғанда екен? Ұнады ма, Данэль? Сізге деген жүректі навигатормен іздеп жүр. Мне кажется, слишком банально болып шығып тұр. Банально? Иә. Но банально ма? Алақаныма навигатор қондырып келіп тұрмын, это тебе банально? Банан дей ма, не? Болды, ұнамады. Есет,
до конца кетпеші, өше түсіп бірге барамыз қазір. Мен айтып тастап кетейін. Нұрбол. Жалпы қыздың сұлулығы боянғанда емес, таңертең оянғанда дейді ғой. Че там, қазір тұрдың ба ұйқыдан? Қалатын адамның әңгімесі ғой мынау. Родной, такси күтіп қалды, мен баса берейін. Мен кетейін, такси күтіп тұр. Мен жауабы шығады, біліп алайыншы. Хорошо. Қалдыруға болады. Қалдыруға болады дейді Нұрбол. Әні. Сонда Нұрбол досың сені күтті, досыңды лақтырып қалып қойын деп тұрсың ба? Досым апартсен, сендер айта беріңдер. Жалғастыра, кім? Саламатсыз ба? Менде егер екі жүрек болса, екеуі де сізді жақсы көретін еді. Есіңде мен жеңеше біздің аға. Данель, ұнады ма? Саламатсыз. Елжанның жылы сөздері. Есетке таксиға кетейін. Саған қымбат гүл алдым. Саған қымбат гүл алып едім. Көреміз. Рахмет. Нұрсұлтан, қошеметтеріңізбен жалғастырайық. Данелия, егер екеуміз үйленсек, сенің бет ашарыңда жігітің шақырам құдай қаласа. Бет ашып береді. Тамада ғой мынау. Жүргізеді сол тойды. Өтпеді. Ұнамады Өтпеді ма? ма? Нұрсұлтан, ұнамады. Ренжімеңіз. Ренжімеңіз. Эльдар, қошеметтеріңізбен жалғастырайықшы. Данеля, сіз қылмыстық кодекстің махаббат заңына сәйкес ғашықтық бабы бойынша мен жүрегімді жаулап алған үшін қамауға алынасыз. Ұнады ма? Ұнады. Эльдар тегі. Біліп алдау деймін, не керек екен. Нұрбол. Данелия, сіз жаңа біреудің жүрегін жаулап алып, жүрегін бұзған үшін менің жүрегіме қамаласыз. Ойланып көрейін. Не істеймін, мен такси күтіп тұр, ол тез айт. Қала тұрсын, е? Қала тұрсын пока. Қала тұрайын да? Нұрекем қалды. Эльдардың статьясымен қалдың. Азамат. Мөлдіреген сөзіңнен балдар тамған. Бір өзіңмен бірге болу маған арман. Айналайын Дамеля, жарық жүзіңнен бір қарап, өзіңе мені қаратып алған. Поэзия. Наместе шығардым. Күшті шықты, бірақ мен атымды қате айттыңыз. Неге қалай қате айттың? Дамеля деп айттыңыз. Данеля дедің. Жоқ, сіз Дамеля дедіңіз. Мы все в жизни ошибаемся же. Болды ма? Болды. Мен мына мен Иә. аппағымды бүйте салдым ма? Иә. Онда оны өлгенде әзді аппақ дейді айта салдым ба саған? Сонымен бізде финал Нұрбол мен Эльдар қалып отыр. Осы екі жігіттің арасынан қазір таңдау жасаймыз. Эльдар бірінші. Құрметті Данель, I love you деген сөздің қазақшасы қалай? Жақсы көремін. Мен де. Ау, Енді іліндің ғой енді. мына жігітті бір көрші. Жоқ, банальный болып қалды. Банальный болып қалды ма не? Онда қалдыра тұрайық қазір. Нұрболдікі одан да банальный болуы мүмкін. Сразу ұшырып жіберейік, давай екеуміз ақылдасып да. Екеуміз ақылдасып ұшырып жіберейік, екеуміз ұта қойық болды. Ойланып көремін. Иә, Эльдар тұра тұрсын. Нұрбол. Данелия, я тебя люблю деген сөздің қазақшасы қалай? Қазақшасын білмейсің ба не соның? Жоқ, білемін. Қалай? Мен сені жақсы көремін. Мен де. Просто мынау Данель, мен саған ескерттім. мынау диктантта мен қасымда отырды да содан көшіріп алып едім ғой бәрін. Таңдайықшы, Данель. Нұрбол ма, Эльдар ма? Кім ал деп алдын жауып тұрсың. Жаба алмайсың, ау. Қиын болып тұр, негізі. Қиын, таңдау қиын. Келсем, өте қиын. Екеумізді ала берші десе. Бірақ дегенмен таңдау жасау керек. Мен ойымша, Ойланып жауабын ертең жазып жіберсем бола ма дейсің? несін осы жерден таңдау керек па? Енді осы жерден болмағанда залдыға түсіп кетпейміз ғой. Бағаннан бері таласып Или отырмыз. бүйтсем болады, сторисқа опрос салып күте тұрайық соны. Екеуміз үлкен қылып белгілепті. Иә, Данель, шешімің. Нұрболды таңдайтын болды. Нұрболды. Иә. Мен жел қалдым ғой, ә? Эльдар, сен Мен бірден айтып кетейін оны. айтып кетші, Эльдар. Менен минус, плюс демей қой, мен саған батарейка емеспін. Сонымен
қымбатты көрермендер, бүгінгі ұнайым айдарының жеңімпазы Нұрбол. Қошемет соқып қояйық кішкенекей. Және де ұнайым айдарының жұлдызды қонағы Данелия Дәулетжан, актриса, блогер, керемет жан, менде бірдеңе. Рахмет, Елжан. Елдар. Күліңді берші. Данелия Дәулетжанға қошеметтеріңіз. Нұрбол, шығарып салсақ. Рахмет көп-көп, Данелия, келгеніңізге рахмет. Такси. Иә.